Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 80 жылдығы аясында Алматы қаласында орналасқан армия үйі бізде күрделі жөндеу жұмыстарынан өткен болатын. Қазіргі уақытта армия үйінде бізде жаңадан концерттік зал толығынан қалпына келтіріледі. Одан басқа бізде арнайы кинозал ашылып, бұл да өзінің жұмысын бастағалы жатыр. Және де айта кетуге, музей кешенде де толыққанды күрделі жөндеу жұмыстары ұйымдастырылып, қазіргі уақытта көрермендерді, жалпы саяхатқа келушілерге өзінің толық жұмысын бастауға дайын тұр. Бұл жұмысты қорғаныс министрі генерал-полковник Руслан Жақсылықтың бастамасымен қолға алынған болатын. Алдағы уақытта біз тағы бір айта кететін жайт, армия үйінің аумағында біз аспан астындағы музей дейді. Яғни сонда ашуды жоспарлап отырмыз. 40-шы жылдары соғысқа қатысқан техникаларда осы жерге орналасылып жатыр. Қазіргі кезекте енді біз толықтай аумақты көгалдандыру жұмыстарын жүргізіп, жалпы бұл армия үйінің қаланың, жалпы қала қонақтарының келіп осы жерде тынығып саяхаттау орнына айналдырып отырмыз. Бір айта кетерлігі, бұл жерде біз енді кино студияның, кинозалдың аясында да мастер-класстар, жаңағы шеберлік сабақтарын өткізу үшін студенттермен, жалпы жастармен, жас сарбаз ұйымдарының өкілдерімен де толыққанды жұмыстарды жүргізетін боламыз. Мұның барлығы осы жеңістің 80 жылдығы аясында жасалып жатқан жобалы ауқымды шаралар болып отыр.